Жалпы киберспорт дегеніміз видео ойындарға негізделген спорттың бір түрі десе болады. Қазіргі кезде өте қарқынды дамып келе жатыр. Жалпы киберспортты спорт деп санау қаншалықты дұрыс, бұрыс деген пікірталастар баяғыдан бері жүргізіп келеді. Бірақ дегенмен де оны қазіргі таңда кәдімгі спорттың түрі деп танылған. Мысалы біздің Қазақстанда 2018 жылы Қазақстанның спорт федерациясы құрылған, сондықтан оны заңды түрде спорт деп атауға болады. Жалпы бұл спорттың бұл түріне келетін болсақ, бұл неше түрлі видео ойындар бар, соған негізделген. Оның командалық түрі бар және жеке индивидуальный дейді. Жеке түрімен ойнауға болатын жарыстың бір түрі. Әлемде ең қатты дамыған осы негізі ататын шутерлар деген бар, мысалы Counter-Strike сияқты. Және командалыққа да Dota 2 деген түрлер жатады. Футбол ойыны, хоккей сияқты неше түрлі ойындарды ойнауға болады. Қазіргі біздің цифровизация заманында өте қатты қарқынды дамып кетті. Сондықтан бұл біздің елімізде де, жалпы әлемде де өзіне назар аударып, тіпті олимпиадалық спорт түріне кіреді-ау деген әңгімелер шығып жатыр. Ол негізсіз емес. Мысалы 2018 жылы Азияда да тексеріс ретінде оны енгізіп көрді. Халыққа былай қарасаң ұнады. Бұл спорт түрін негізі бірақ біздің елімізде көп адам біле бермейді. Жаңа былай қазақи ортада дейік. Бірақ оған қарамастан қатты дамып келе жатыр. Жалпы киберспорт дегеніміз осы. Оның мысалы кезінде 100 жыл бұрын Англияда футбол басталғанда да көп адам түсінбеді ғой, негізі не екен, қандай екен. Қазір адамдардың түсінбеушілігі тек қана сол білместіктен деп ойлаймын. Онымен танысып, біліп, көргеннен кейін адамның ойы, мен ойымша, өзгереді. Сол кездегі атмосфераны көрсе, сол кезде киберспортқа бөлінетін ақшаны көрсе, ойыншыларды көрсе, о жерге бөлінетін қаншама деген миллиондаған ақшалар бөлініп жатыр қазіргі кезде. Біздің жастарымыз кәдімгідей бүкіл жұмысын тастап, тек қана осы қатты спорт, кәдімгі спорт ретінде қарап, футболист, дзюдоист, мысалы баскетболист сияқты кәдімгі өзінің карьерасын осы дәл спорттың осы жаңаша киберспорт деп аталатыны бөліп жатыр. Сондықтан бұның даму жолы өте қарқынды деп ойлаймын, болашағының өте зор үміт күттіретін, және біздің еліміздің осы спорттан көп жетістікке жетуге болады. Оны осы қазіргі нәтижелерден ақ көруге болады. Негізі киберспортпен ойнауға былай қарасаңыз, бұл компьютерлік ойын ғой көбінесе, ешқандай жас шектеуі жоқ. Кішкентай балалардан бастап ойнай береді. Мысалы 12 жастағы бір жарыста Америкада Hearthstone деген карталық ойын бар. 12 жастағы бала бір чемпионатта полуфиналға дейін жетіп $700 ұтып алды. Мысалы ол 12 жаста. Бұл жерде ең басты, егер адам кәсіби түрде айналысқысы келсе, тек қана заң жүзінде ғана қиындықтар болады. Сондықтан мысалы спортсмендер, сол киберспортсмен басқа елге шығу керек, виза тіркету керек, ол ертең жарыс ұтып алса оған ақша бөлінеді, ол салық төлеу керек. Сол жағынан келгенде сол киберспорттық ұйымдар кәмелетке толған, яғни бір елде ол 16 жас, бір жерде 18 жас, біздің елде мысалы сондай адамдарды алады негізі спортқа. Өйткені заң тұрғысынан ешқандай оған проблема болмайды ертең. Мысалы басқа елге шығу, мысалы кішкентай 16-15 жастағы бала талантты, күшті болып тұрғанымен, ол жаңағы ақша бөлу жағынан келгенде оның ата-анасынан рұқсат алу керек, мүмкін оның ата-анасы рұқсат бермей қойды, басқа елге барып жібермей қою мүмкін, сондай нюанстар бар негізі. Былай жас жағынан ешқандай шектеу жоқ. Сосын көбісі, көп киберспортсмендер негізі жастар, шыны керек. 16, 18, 20 ең кемелденген шағы негізі. Көп ең үлкен категория осы 18 бен 23-25 жастың аралығы. Бұл да жаңа көркем гимнастика сияқты ерте жаста бастап ойнайтын спорттың бір түрі. Өйткені бір киберспортсмендер өз карьерасын 15 жаста бастаса, 25 жылда ол, былай қарасаңыз, 10 жыл ойнады. Былай қарасаң, пенсияда 30 жасында пенсияға шығып кеткендер де бар мысалы. Бірақ олар карьерасын киберспортсмен ретінде тоқтатса да, ол ертең стример деген сияқты болады. Ол тренер болып кетуі мүмкін.
негізі көбіне жастар ойнайды, шыны керек. Бірақ жас жағынан ешқандай дискриминация жоқ бұл спортта. Кез келген ұлтына, жасына, жынысына қарамай ойнай беруге болады. Киберспорт әлемдік деңгейде қарқынды дамып кетті деп бағана айтқандай, біздің елімізде де қазіргі таңда керемет деп айтуға болады. Өйткені оған өте қатты көңіл бөлініп жатыр. Оған себеп бізде Қазақтелеком деген компания бар, соның басшысы Қуаныш Есекеев деген мырза. Осы спортты өзі қатты біледі екен, сүйеді екен, сондықтан ақшаны, ынта жігерін, ресурстарын аямай көп көңіл бөліп жатыр. Бұл негізі дұрыс. Біздің жастарымыздың жаңағы басқа жаққа ауып кетпей, бір назары осы киберспортқа бөлініп кәдімгі спортсмен болып кетсе де, бұл өте керемет болар еді. Өйткені спорттың қай түрі болмасын, біздің елімізді шетелге танытып жатса, талантты ойыншыларымыз шығып жатса, неге оған нетпеске. Сондықтан біздің еліміз мысалы кәдімгі жай сөз ретінде емес, нақты қадамдар істеп жатыр. Мысалы 2018 жылы бізде Қазақстан киберспорт федерациясы деген құрылды. Ол кәдімгі заңды тұрда тіркеліп, міне қазір жаңалық шығып жатыр. 2019 жылы олар бірнеше турнирлар ұйымдастырған. 2020-да міне биыл пандемия болып біраз маңызды жоспарлар іске аспай қалды, бірақ дегенмен де олар шетелдік әріптестермен байланыс орнатып, халықаралық киберспорттың федерациясына өтіп, сол жақтың лицензияларын алып, солармен байланыс орнатып, біздің елде үлкен масштабты турнирлар ұйымдастыруға барын салып жатырмыз деп жаңалық оқыдық. Біз қуанамыз. Бұл жақында тағы да олар өзінің жоспарымен бөліскен екен. 5 жылға жоспар істепті, 2001-ден бастап 25 жылға дейін. Оның ішінде мектеп арасындағы оқушылар, студенттер арасында, кәсіби әуесқойлар арасында лигалар құрамыз дейді. Әр жыл сайын спорт, киберспорттың Dota болсын, FIFA болсын, Counter-Strike болсын, әр түрінен Қазақстан кубогын ұйымдастырамыз дейді жыл сайын. Ол жерге енді былай қарасаңыздар, көптеген жастар, адамдар жиналады. Бұл деңгей өседі, оған деген көзқарас ауысады. Мүмкін оның трансляциясын әлеуметтік желіге, жалпы интернетке шыққаннан кейін көп адам оны байқай бастайды. Кейбір ата-аналар ойлауы мүмкін, мысалы, мен балам керек емес нәрсе істеп отыр, күні бойы мысалы отырып алып компьютер ойнайды деп, олардың көзқарасы ауысады. Өйткені киберспортсмендердің ең өзінің бір проблемаларын бірі сол ата-анасымен түсініспеушілік. Сен неге істеп жатсың, неге сабақ оқымайсың деп, ол кәдімгі былай қарасаң спортсмен, ол да жаттығуын жасайды, кәдімгідей 10 сағат тренировка жасаса, физикалық тұрғыдан да өзінің күш-жігерін көп көңіл бөледі. Мысалы, кәдімгі біздің спортсмен сборға барса, олар да кәдімгідей шығып, команда болсын, жеке болсын, өзінің қабілетін ұштайды. Сондықтан Қазақстан осы жоспарын қарап отыр, біз қуанып жатырмыз. Өйткені 5 жылға нақты дамытатын жоспар құрылыпты. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласында үлкен кибер арена құрылады екен, ол жерде жарыстар ұйымдастыруға болады. Соның базасында академия құрылады екен. Бүкіл еліміздің жастарын жинап алып, сол жерде жаттықтыру жасайды, үйретеді, білмегенін көрсетеді деген сияқты. Сондықтан бұған негізі себеп, мысалы, біздің киберспортшылардың, спортсмендердің жетістіктері. Өйткені оларға көріп интернеттен, мысалы, біздің Мантис деп жатырмыз, Адрен деп жатырмыз, сол киберспортшылар көп ақша табады негізі. Сол оларға былай қарасаң кумир сияқты. Мысалы, өткен жылы мысалы мажор дейді, сондай турнирда жеңіске жетті, $500,000 ұтып алды. Мысалы, ол былай қарасаң жаман ақша емес. Егер шын талантың болса, еңбек етсең, кез келген спортта сияқты, сондай жетістікке жетуге болады. Оның еще бір жақсы жері, мысалы, сен бір жерге байланып қалмайсың. Мысалы, өзіңнің үйінде жақсы компьютер болса, немесе компьютер жақсы бар клубқа бар, ойнап, үйреніп, тек қана өзіңе байланысты нәрсе. Мысалы, ешқандай жабдықтарды талап етпейді, былай қарасаң. Сондықтан Қазақстанның болашағы бұл спорттың бұл түрінде жақсы деп ойлаймын. Бұл енді көп талқыланып жатқан мәселе, пікірталас туғызып жатқан нәрсе. Негізі олимпиадалық спорт түріне кіру үшін, мысалы,
төрт континентте кәдімгідей даму керек, 40 елде ол кәдімгідей танылып спорт ретінде тіркелу керек. Негізі киберспорт бұл екі талапты орындап тұр. Бірақ енді ол Олимпиада комитеті оны спорт ретінде олимпиадалық ойындарға тіркеген күннің өзінде ол үшін 7 жыл керек екен. Мысалы, биыл Токиода олимпиада өту керек еді, ол 21 жылға ауысты. Келесі олимпиада Парижде болады. Оған киберспорт мысалы биыл тіркелсе, олимпиадалық спорт түрі ретінде ол нетеді деп, оған 7 жыл керек дедік. Яғни ол 2024 жылда болмайды. Мүмкін Лос-Анджелесте 28 жыл олимпиада болған кезде, мүмкін сол кезде жаңағы кәдімгі олимпиада спорт түрі болып қалу мүмкін деген жорамал бар. Негізі барлық мүмкіндік бар. Тек қана жаңағы өйткені спонсорлар негізі дайын, әлемдік аудитория дайын. Егер оны кәдімгі спорт ретінде, олимпиадалық спорт ретінде енгізетін болса, оны адам іздеп, оған көрермен табыла ма деп еш уайымдауға болады. Өйткені арена толады, көрерменді интернеттен болса көреді, қаралым көп болады. Бұл негізі динамика, өте динамикалық тұрғыдан керемет спорт. Ойындар тез-тез өтеді. Футбол 90 минут болса, мұнда кейде ойындар 40-60 минутта тез-тез жүретін спорт. Енді қай спорт кіру мүмкін дегенде ол жерде екі ең бастысы, жаңағы Dota 2 және Counter-Strike кіру мүмкін. Негізі бұл киберспортты олимпиада спорт түріне енгізуді азиялықтар жақсы бастап кетті. Мысалы 2018 жылы бағана айтқандай тест ретінде жаңағы негізгі олимпиадалық спорт ретінде емес, және адамдар көрсін, танысын деген сияқты ойнатып көрді адамдарды. Сол кезде жаңағы фидбэк дейміз ғой, жақсы болды, адамдарға ұнады. Бұл тағы да тек қана уақыттың еншісінде деуге болады. Әйтпесе барлығы дайын инфраструктурада, негізі кез келген спорт аренасын оған бейімдеп жасауға болады. Жаңағыдай айтқандай қаражат та дайын, спортшылардың деңгейі де дайын, саны да бар. Мысалы, бәрібір мемлекеттерді бір-бірімен жарыстыруға да болады. Мысалы, біздің Қазақстаннан бір команда шығады деген сияқты. Ондай команда әр мемлекетте былай қарасаң қазірдің өзінде дайын. Сондықтан 7 жылдан кейін, 2 олимпиадалық циклдан кейін біз бұны көріп қалуымыз әбден мүмкін, өйткені мүмкіндік өте жоғары. Тек қана жаңағы олимпиада комитетінің басшылығының солардың шешімі ғана керек болып тұр. Негізі бұлай бәрі соған келе жатыр негізі.